Барлығыңа сәлем достар, сендермен бірге Асхат. Так достар, қалайсыңдар? Достар, бүгін біз өте керемет адиларды сендерге көрсететін боламыз және ол аккаунтқа да обзор жасайтын боламыз. Ал сендер осылар каналға тіркеліп және лайктарыңды басып жіберіңдер. Тезірек 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Пашты видеоның тақырыбында көргендеріңе ренжімеңдер, бұл енді не? В общем, видеоны до конца көресіңдер, ренжімеңдер. В общем, Мансар Пайди Free Fire ойнамағаны мен кінәлмесімді ғой. Алданғы видеода менің бір пат сенде комментке өзіңнің адиңді тастап кетті. Пешегім өзінің адиң тастап кеткен болатын. Біз сол балаға запросын лақтыратын боламыз. Қазір запросын лақтырамыз. Бірінші профилына кіріп өтейік. Так, профилына өтетін. Асхат топсын деп жазып қойған. 43-ші уровень және 681 лайк бар. Рангтан алмаз 1, рейтингтан Маквин деген баланың гильдиясында екен. Бір реттен жетіпті ранг пен рейтингке. Өте керемет. Мен сан запросында лақтырдым. Так достар, бізде ең бірінші адиді сендерге көрсетіп жіберейік. Бұл дейтін керемет аккаунт. Мынандай 0 жазып келесің, соңына 2 қоясың. Так, бұл аккаунттың ерекшелігін көрсететін болсам сендерге қараңдар. Бұл аккаунт, 100-ші уровень 5-ақ лайк. 100-ші уровень 5-ақ лайк. Ойлашы, 100-ші уровень 5-ақ лайк қой, ебан. Қараңдар, гильдиясы өзінігі екен. Базар жоқ, қараңдар, пропустар сәп-сар ой, еба. Бірақ көп ойнамаған да. Мынау менің ойымша разработчиктің аккаунты ма? Давай соны комментке жазып кетіңдер. Разработчиктің аккаунты болса, разработчиктің аккаунты мынау деп. Так, осындай. Вообще ойнамаған мынау дейтін. Ё-моё, разработчик қой, явно қараңдаршы. Питотрет мүлдем ойнамаған ғой. В общем, мынау тікелей айтатын болсақ, разработчик. Так, достар, біз екінші аккаунтымызды сендерге көрсетіп жүретін боламыз. Ол ади, міне қараңдар, 5-8 жазып, ема, бұл аккаунтты қарасындаршы қазір. 55-ші уровень. Бірақ лайк ұқсас емес, ник 500. Ай, қараңдар, гильдиясы да. Ё-майо, көрдіңдер ма? Мынандай аккаунтты металлды 5. Еба, қараңдар, кврейтик мүлдем ойналмаған. Бұл ойналмаған аккаунт қой. Так, бұл да тоже разработчиктің аккаунт. Қараңдар, ойнап болмаған ғой мынау дейтін. Мынау таза разработчиктің аккаунты, мынаны обычный игрок ешқашанда істей алмайды деген ойдамын менің ойымша. Бұл да разработчик деген біз ойға тоқталатын боламыз. Олай болса біз келесі аккаунтымызды сендерге көрсетеміз. Так, бізде дейтін 3-ші аккаунт қалды. Осы аккаунтты көрсетіп жүрейік. Бұны тәді ерекше, бірақ бұл аккаунт сендерге қатты ұнамайды деген ойдамын. 54-ші уровень екен. Осындай ади просто так ерекше бұның 5. Донаторский аккаунт, скилловый нормальный аккаунтты. Бірақ аналар сияқты емес, 100-ші уровень деген тема жоқ. Бұл обычный игрок сияқты менің ойымша. Қараңдар, пропусктары көп ойналмаған. Пайди жақында бастаса өте скилловый екен. Может Free Fire'ды аккаунты бағынға кеткен адам қайтадан бастап жатқан шығар. Білмейміз енді. Бұл аккаунт сендерге қатты ұнамайды. Менің ойымша яғни ол. Енді осындай аккаунт 132 матч 220 тозып тастаған, өте керемет статистика. Нормально. Менің ойымша бұл аккаунт сендерге қатты ұнамайтын сияқты. Олай болса біз бұл аккаунтты обзор жасауды тоқтатамыз. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталатын болады. Арнаға тіркеліп қойған болсаңдар, мен сендерге көп рахметімді айтатын боламын. Тезірек 1000 подписчикке жеткізіп тастасаңдар жақсы болушы еді. Мені қолдап кетсеңдер өте керемет болушы еді. В общем, сендермен бірге болған Асхат, келесі жүздескенше давайте.